Әр мектеп өз жетістігімен мақтанады. Бұл бұрышта біздің мектебіміздің жетістіктері қойылған. Мысалы, халықаралық олимпиада жеңімпаздары Садық Шынтемір, Саханова Қымбат Жақсыбаева Айдана, Дәулетқызы Айзере және республикалық ғылыми жоба конкурсының жүлдегері Дәулетбаев Қуанышбек сияқты оқушыларымыз біздің мектебіміздің мақтанышы. Аудан, облыс көлемінде құрметке ие ұстаздарымыз да көп. Мысалы, мынау мектебіміздің мақтанышы Еспергенова Гүлнар Үмбетбаевнаның және де тағы да басқа ұстаздарымыздың жемісті дәлелі. Деңгейлік бағдарламаның негізгі міндеті мұғалімдерге педагогикалық тәжірибелерін жетілдіруге көмектесу. Дүние жүзіндегі көптеген мұғалімдердің іс тәжірибесінен тұрақты орын алған, оқыту жұмысын ұйымдастыру мен жоспарлау біздің де мектебімізде орынды қолданылып келеді. Мектептің педагогикалық кадрлардың кәсіби даму бағдарламасы бойынша 20 мұғалім деңгейлік курстан өткен. Тәжірибедегі рефлексия кәсіби даму бағдарламасы бойынша 9 мектеп тренер жұмыс жасайды. Ілгері деңгей бойынша 4 мұғалім, екінші деңгей бойынша 4 мұғалім, үшінші деңгей бойынша 12 мұғалім табысты еңбек етуде. Үлкендер жолы ұлылық, ұрпағы жүрер ұғынып деп аталатын бөлімде білім іздеп үйнемен құдық қазғандар, сан ұрпақты тәрбиелеп оқытқан өмір деген үлкен жолдағы тарландар дегім келеді. Себебі мұнда ұстаздық еткен, ұрпақтың ұлы мұраты жолында аянбай еңбек еткен ардагер ұстаздарымыз, ұлыларымыз. Мектептің төлқұжатына келетін болсақ, мектеп 2003 жылы салынған. Қазіргі таңда Ахмет Байтұрсынұлы атындағы орта мектебі болып аталынады. Мектебімізде 2998 оқушы білім алады. Ал ұстаздар қауымында сарапшы 54, зерттеуші 30, шебер 2, модератор 31 мұғалім жұмыс істейді. Жоғарғы санатты 68 мұғалім, бірінші санатты 19 мұғалім, екінші санатты 18 мұғалім еңбек етуде. Мына екі бөлімде шәкіртіне білім есігін айқара ашқан, тұла бойы сабыр мен кешірімге толған әріптестерім, әкімшілік мүшелері мен әртүрлі пән мұғалімдері. Білімді ұрпақ ел ертең екені өздеріңізге де мәлім. Бұл бұрышта біздің мектебіміздің дарынды да талантты оқушыларының шығармашылық қабілеттерімен үздіксіз жұмыс жасап жүрген әртүрлі ұйым жетекшілері. Өлкеміздің айналсын өркеріне, сенімдердің айналсын серперіне, ұстаз біткен тілейді ақтарылып, тек сәттілік бүгінгі күндеріңе.